Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Тарас FIFA және бүгін бізде FIFA 18-ден тренерлік карьераның екінші бөлімін ойнайтын боламыз. Және де өткен бірінші бөлімде өте көп лайк жиналды, 230-дан астам лайк жиналды, және де сол себептен де біз осы тренерлік карьераның екінші бөлімін түсіреміз. Және де тура осындай 200 лайктан асатын болса, келесі аптада осы тренерлік карьераның үшінші бөлімі болады, 200 лайктан асса. Және де сол себепті де қазірден бастап осы видеоға лайк баса беріңіздер. Ал біз өзіміздің екінші бөлімімізді бастай берейік. Бұл жерде айта кететінім бар, өткен бірінші бөлімде біз бір ойын ойнадық. Содан кейін мен карьераны негізде өте аз ойнаймын. Осы FIFA 18-де мен бірінші рет осы карьераны ашып отырмын, және де ондай қатты көп түсіне бермеймін. Сол себепті де мен бірден FIFA 18-ді өшіре сағам, сол кейін сол себептеден бізде осы карьерамыз сақталмай қалыпты, және де мен осы сақтауды ұмытып кеткенмін, білмегенмін. Сол себепті де біз қазір басынан бастайтын боламыз. Бұл жерде мен уже жазға турнирді таңдап қойдым, предсезонный турнирді енді біздер өткіземіз, және де мен сіздердің пікірлеріңізді оқыдым, кімді сатып алу керек, кімді қалай істеу керек деген сияқты көптеген пікірлеріңізді оқыдым, бәрін оқып шықтым, және де сол пікірлер бойынша өзіміздің ойынымызды жалғастыратын боламыз. Және де міне бірінші шілде, бұл жерде және де 5 шілдеге дейін өткізейік. Содан соң өзіміздің трансферлік жұмысымызды бастайтын боламыз. Міне бұл жерде 5-ші шілдеге келдік. Енді біздер міне біздің құрамамыз, бірақ бұл схеманы, бұл тактиканы ауыстыратын боламыз біз. Өткен жолғыдай бізде бір топпен, жоқ, бұл емес, осы схемамен ойнайтын боламыз. Және де осы схема үшін біздер өзімізге ойыншылар іздейміз. Бұл жерде бізде 2 қапталдағы қорғаушы керек, және де мынау орталық сіз фабрикасы қазір уақытша қоя тұрайық. Оған дейін біз басқа ойыншыларды іздеп көретін боламыз достар. Енді бұл жерде бізге ең бірінші трансферді бастай берейік. Трансферлік өзіміздің немізді, және де бұны сақтаймыз да біздер трансферге кіреміз. Содан соң мен мына жерде пікірлерді оқыдым, міне оқып отырмын. Бұл жерде маған ұнаған пікір, бұл мақсаттың пікірі. Бұл жерде қай ойыншыларды сатып алу жөн деген пікір жазған. Бұл жерде бізде қапталдағы 2 қорғаушы. Біздің трансферлік целіміз бұл бізде оң жақтағы қорғаушы Кимих, яғни Баварияда ойнайтын 22 жастағы футболшы, өте жас, және де өте перспективті ойыншы. Бұл жерде не? Бұл жерде не үшін бұл ойыншы сатылмайды? Мен көп мүлдем ойнамағым негізше. Бұндай сол себепті де өстіп ойланып ойнайтын боламыз. Бұл жерде центр трансфера дегенге кіреміз, және де Кимихқа өзіміздің осы Кимих деген ойыншыны сатып алу жөніндегі өзіміздің предложениямызды жасаймыз. Өзіміздің қазір көрейік. Бұл жерде кім екен? Асықпай көрейік. Кимих дейді. Очередей ойыншы. Әйтпесе свет қатты көріп тұр, сол үшін. Біздерге Кимихқа 20 000 евро сұрақ қойдым случайно. Не дейді екен? Бұл жерде мен әдейі емес,
случайно бастым және де қайтадан да кимик болмайм енді. Мақұл, кимик болмайды. Бізде келесі өзіміздің келесі вариантымыз бұл жерде беллерин. Беллеринді іздейік. Мақұл, кимик болмады. Кимикті енді өзімнің қателігімнен сатып ала алған жоқпыз. Енді біздер беллеринді іздейік. Так, беллерин. Бұлай полный іздеу керек дейме? Беллерин. Міне, Эктор Беллерин, Арсеналда ойнайтын ПФЗ. Так. Енді Беллериннің жасы да 22-де, және де оның бірақ рейтингі 81, я? 2 рейтинг аз. Және де көрейік енді. Лондондық Арсенал клубында ойнайтын Беллеринге өзіміздің приложениямызды жасайық. Так. Бұл жерде өткіз жүрейік. Так, бұл жерде өзіміздің трансферлік немізді приложениямыз жасайық. Так, 21 миллион ба? 22 миллион деп айтайық. Подать предложение. Өзіміздің трансферлік ұсынысымызды жасадық. Енді бұл Арсеналдың тренері не еткен? Арсеналдың менеджерлері Арсен Венгер не еткен? 37 миллион евро сұрап тұр. Жаман емес. Бұл да бері қоймайды оңайлықпен. Беллеринді және де контр предложение деген жасаймыз. Бірден келсе қоймаймыз бұған. Подать жаңадан өзіміздің ұсынысын жасайық. Бұл жерде 37 миллион сұрап тұр, 31 миллион сұрайық. Не дейткен көрейік, Арсен Венгер мырза бізге не деп жауап қайтарады екен. Бұл біздің ұсынысымызға. Көрейік. Такс. Бұл да қайтпайды. Такс, мақұл. Бердік ақшам бәрін. 37 миллион бердік ал. Көп созбай өзіміздің ойыншымыз мынау Арсен Венгерде мәз болып кетіп баратыр өзінше. 37 миллион бір Беллерин үшін алып алып. Енді Беллериннің өзімен біздер өзіміздің ұсынысымызды жасаймыз. Беллериннің өзіне, яғни өзінің ойыншы үшін контрактты не істейтін боламыз, қараңыздар. Мынау походу мен, маған келеді Беллерин. Беллерин. Шашы қараңыздар, шашы қазір мүлдем басқаша ғой, мына 2 жыл бұрынғы шашы, прическасы. Енді Беллериннің агенті 91 миллион принять дей берейік. Так, жақсы. Беллерин біздің құрамада. Беллеринде 5 жылы контракт. Жақсы, 5 жыл деген өте жақсы, себебі қайта контракт создырып жүре бермейсің. Так. Принять. Жақсы, өйстіп Беллеринді біздің өзіміздің осы жазғы трансферлік терезеді ме, окно дейді ғой. Окнодағы біздің бірінші ойыншымыз Беллерин. Енді Беллерин біздің құрамаға қош келдің. Отступный деген бар, айтпақшы анау. Неймардың 222 миллион отступный деген бар ғой, отступный ақшалары. Сол да бар, біздер жоқ, контрпредложение. Отступныйды біз жасып қойайық, 50 миллион деп. Егер біреу сатып алғысы келсе, Беллерин 50 миллионға кетеді. Келіс отыр ма? Так. Так, 50 миллион көніп отыр бұлар. Беллериннің агенті, Беллериннің өзі біздің ұсынысымызға көніп отыр. Енді болдау дейме? Ең қызығы екен ғой. Айлығы қанша болады екен? Айлығы біздің Беллериннің айлығы қанша болады екен, енді көрейік.
қанша сұрап отыр? 91 миллион, 91 мың евро, кешіріңіздер, 91 мың евро сұрап отыр. Так, 91 миллион ба? Ой, миллион дей бергеніңіз. 91 мың. Маған 100 мың евро бере салайық. Не дейді екен, көрейік. Так, не дейді екен? Қандай бізге қандай өзін контур келісім? Бидеміз, былай істейік. Изменить бонус дейік. Зарплатасы 109 отыра берсін, бірақ мынаны 1 миллионға дейін сүрейік. 1 миллионға сүрейік. Және де бонусты ауыстырайық. 10 дейік, және де бұл жерде 750 дейге жететін шығар енді бұлды. Көрейік, подать. Бұл да енді бірден келісе қоймайды ау деймін, бірақ келісуі де мүмкін. Все, болды, аяқталды. Біздің трансферіміз наконец-то аяқталды. Енді Беллеринді өзіміздің құрамамызға қойайық. Беллерин бірден бола ма екен? Қазір көрейік. Астында бар ма? Так, бар екен, бірден келді, жақсы. Бірден біздің бірінші жазғы турнирі, предсезонный турнирге бірден қосатын боламыз Беллеринді. Енді келесі бізге бізге бір орталық қорғаушы керек, Азар. Бізде орталық қорғаушы Бакайоканың орнына кім бар мына жерде? Дринквотер бар екен. Және де Дринквотер ғана бар, Дринквотерді өз позициясына қойайық, ойнасын 1-2 мәрте. Кейін біз өзімізге бір орталық қорғаушыны іздейтін боламыз Дринквотердің орнына. Және де Сес Фабрегастың да жасы кеп қалды уже. Фабрегастың жасы қанша? 30-да екен жасы. Және де бізге міндетті түрде біз орталық қорғаушылар керек. Енді біздер турнирімізді симуляция дегенді басып өткізе салайық. Бұл жерде симуляцияны басайық. Кобе деген футбол клубымен. Так, көрейік. Алонсо сары қағаз алып жеді. Так, бірақ Алонсоны тұра берсін. Негізі Алонсо жасы әлі. Жасы прогрессировать етуі мүмкін. Сол үшін де Алонсо ойнап жүре берсін. 2 гол, Азар, Беллерин. Бірінші ойында бірінші боп гол соқты. Жақсы, молодец бола. Енді Диего Коста да гол соғып үлгеріпті. Енді 3-0 есебімен біз турнирді бастадық. Так, мыналарды көрейік. Так, Мусонда. Мусонда да өте жақсы ойыншы. Бұл Мусонданы арендаға беремау деп ойлап отырмын. Так, Диего Костаға бізге предложение епті, көрейік. Диего Коста не істейді? Жоқ, начать переговоры дейді. Диего Костаны оңайлықпен бере салу енді болмайды ғой енді. Диего Коста қанша дегенмен де 85 рейтингті топ шабуылшылардың бірі. Сол себепті де Диего Коста туралы біздер трансферімізді бастайық. Так, 44 миллион сұрап тұр. Бірақ біздер 59 миллион 995 Короче, 59 миллион 959 мың 999 небәрі осындай евроға біздер Диего Костаны Боруссия Дортмундқа беруімізге болады. Көрейік, подать предложение. Жоқ, тағы тоқтай тұрыңыздар.
бірақ керек жоқ, Диего Костаның өзі жасылда келіп қалды. Керек жоқ ондай бонус дегендер. Так, не дейді екен, көрейік. Мақұл, жақсы, сау бол. Сен ешкім сап тұрған жоқ. Дортмундтың представителі. Диего Коста өзімізге де керек болып қалады, себебі Морота мен Диего Костаны алмастырып ойнатқызатын боламыз. Так, Бавариямен ойнаймыз. Біздерде құрамамыз сол баяғыдай Бавария мен қалай ойнайтын. Көрейік достар. Баварияны енді тең ойнаса да бір жақсы нәтиже болады бізге. Так, Мората молодец. Мората жарайсың, бала. Мората бірінші боп есепті ашты. Әзірге біздің клуб әлі алда. Азар мен Виллиан алмасты. Так, енді. Так, есеп 1-1 болып қалды ма? Жақсы. Бәрі жақсы. Баварияны ұттық біз. Бұл дегеніміз, біз қазір осы турнирдің топтық кезеңінен бірден өтіп тұрмыз деген сөз. Және де осы ПСЖ мен ойынды. Так, 50 миллион сұрақ кеп тұр. Қараңыздар. Диего Коста Милан футбол клубы 50 миллион сұрақ кеп тұр. Қазір бұл 59 миллионға бірден ойланбай ала салады қазір миландықтар. Сол себепті де өткізейік. Және де Милан футбол клубына бізге 59 миллион, бір 10 мыңға арзан береміз. Жаңағыдан көрі 59 миллион 940 мың 999 евроға біз Диего Костаны ұсынамыз. Не дейткен? Милан футбол клубының представитель. Әшін ойланбай ғой. Ойланбай-ақ андай Дортмундтікіндей емес, сразу бізге өз келісімін берді 59 миллионға. Диего Коста кетті. Енді біздер бүйтуіміз керек. Былай істеуіміз керек. Бізде қазір Мората. Мората травмаған ба? Моратаның орнында кім бар бізде? Бізге тоқтай тұрық. Мората қаншаға кетті? Қанша уақытқа кетті? Көрейік Моратаның травмасы. Жарақат қапты Мората, енді Мората 6 аптаға кетіпті. Бұл дегеніміз біз міндетті түрде шабуылшы іздеуіміз керек. Бұл жерде біздер шабуылшыны, қандай шабуылшы бар қазір көрейік, ойланайын. Шабуылшы өте жақсы варианттардың бірі, бірақ бағасы өте қымбат. Қазір көрейік. Гарри Кейн сатып алайық. Гарри Кейн сатып алсақ біз ойлану керек. Гарри Кейн бола ма? Мақыл сатып ала берейік. Гарри Кейн мен Мората ауысып ойнайды, немесе Моратаны сатып жібереміз деген ойдамын. Так, Гарри Кейн. Так, бізге Гарри Кейн 60 миллионға ұсынып көрейік. Не дейткен көрейік. 60 миллион. Так, что-то видео ұзаққа созылатын сияқты, сол себепті. Ай, 105 миллионға берем дейді ғанау. Гарри Кейнді 105 миллионға. Жоқ, болмайды. Бидейік, былай істейік. 105 миллион емес, біздер 65 миллион берейік, болды жетеді. Гарри Кейн жас, не бәрі 23 екен, 86 рейтинг. Өте жақсы
вариант деп ойлаймын мен. Так, 105 миллионнан түсем дейді. Маурисио Почеттино бізге жоқ. 65 емес, мақұл. Соңғы ақша 85 миллион евро. Или фунт стерлинг бұны. Жоқ, евро. Все, жақсы, 85 миллион евроға келісті. Гарри Кейн деген 23 жаста, және де 86 рейтингте. Бізде мықты ФРВ ешқашанда лиши болмайды. Сол үшін де Гарри Кейннің өзімен переговорларды, өзіміздің келісімдерімізді жалғастырайық. Так, ключевой игрок болады бізде. Біз амплуасымен келістік. Бірінші кезекте, енді келесі бізде келесі немен келісеткен? Контракттың ұзақтығы 5 жыл дейді. 5 жылға келісеміз. Отступный келсек, өйткені өзі кетіп қалуы мүмкін. 100 миллион евро. Егер біреу сатып алғысы келсе, 100 миллион евроға сатып алады. Так, 160 миллион ба? 160 мың ба? 170 мың сұрайық. Және подписной бонус 1 миллион. Келісіп отыр ма? Жоқ. Зарплатасы 155 бола берсін, бірақ подписной бонус 1 миллион 400 болады. Және де бонус 25 ойын сайын 2 миллион 600. Міне, осылай біздің ұсынысымыз тастаймыз. Не екен? Мақұл, келсе салайықшы, уақыт жоқ. Келістік қой. Гарри Кейн, біздің клубқа қош келдің. Енді бітейік, былай істейік. Қазір ұзаққа созылып кетті мынау біздің видеомыз. Енді PSG мен ойынды жібере салайық та. Содан соң осы видеомызды аяқтайық, және де келесі видеода біздер плей-офф кезеңін ойнайтын боламыз. Осы турнирдегі және де 12 миллион евроны ұтамыз, егер ұталсақ. Және де бұл ойынды өткізе салайық, ешқандай маңыздылығы жоқ бұл жерде. Так, PSG мен ойынды көре салайық. Гарри Кейн өзін қалай көрсете алады екен. PSG мен ойын бұл жерде. Так, Азар 8-ші минутта бірден гол соқты. Жақсы. Азар пенальтиден соғылған жоқ. Жаман. Кейн гол соқты, молодец. Жарайсың Кейн. PSG-ға гол соғу енді оңай емес дүние деп ойлаймын. Так, Канте де гол соқты, Алонсо да гол соқты. 4-0 есебімен біз PSG футбол клубын жеңіп отырмыз. Енді бұл турнирдің плей-офф кезеңіне өттік. Мынау осы Кашива Рейсел деген клубпен өткізе салайық, және де финалды ойынды келесі 3-ші бөлімге қалдырамыз. Яғни келесі осы видеода 200 лайктан асатын болса, келесі бөлімді келесі аптада шығаратын болам. 200 лайк, видео келесі аптада. Болды.
бұл жерде міндетті түрде ұтамыз, бұл бәріне белгілі болған дүние. Енді біз финалда Реал Мадрид клубымен ойнайтын боламыз тағы да. Және де мен бұл жерде сохранить и выйти дегенді басайын, әйтпесе өткендегі де ұмытып кетуім мүмкін. Енді міне мына жерді көрмей қойыңыздар енді. Все, міне сохранить еттім, бәрін сақтап қойдым. Енді келесі видеода біз Реал Мадрид футбол клубымен ойнаймыз, және де премьер лигада өзіміздің жолымызды жалғастыратын боламыз достар. Сіздермен бірге болған Тарас FIFA каналға тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар, сау болыңыздар.